Армысыздар, құрметті отандастар. Біз бүгін 1752-1754 жылдар аралығында Қаракерей Қабанбай батыр тарапынан жоңғар шапқыншылығына қарсы жүргізген шайқастарын осы бір ойын симуляторында қайта жандандырып көруге тырысып көретін боламыз. Бұл шайқастар Іле өзенінің жағалаулары, Балқаш көлі және Қаратал өңірлерінде үлкен таулардың маңайындағы үлкен шатқалдардың екі ортасында орын алған деп баяндалады. Соған сәйкес біз де осы өңірлерге ұқсас осындай картаны таңдап, қазір біз жоңғарларға қарсы шайқасатын боламыз. Міне қазір жоңғарлар екі шатқалдың ортасымен келе жатыр. Жоңғарлардың алдыңғы шебі көрініп келе жатыр. Сол себепті де Қабанбай жаяу әскерлерді сол шатқалдың пәсіне төменгі жағына орналастырып, атты әскерлерді жоғарыға, яғни Торуылға жасырынып тұр. Қазір жоңғарлар байқап тұрған жоқ. Атты әскерлерді сол себепті барынша төменгі жақта тұрған қазақ жасақтарына шабуыл жасау басталды. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, кейбір садақшы жоңғарлардың садақшы жасақтары жоғарыдағы Торуылдарды тығылып тұрған қазақ атты әскерлерін байқап жоғарыға қарай ұмтылып жатыр. Міне қазір бір оқтың, садақтың оғы яғни келіп Қабанбай батырдың сауытына келіп қадалды. Сол себепті Қабанбай батыр өзінің атты әскерлерін бәске түсіріп, айналып келіп жаудың артынан соққы беруде. Міне қазір өздеріңіз көріп тұрғандай атты әскерлер жоғарыдан жойқын түрде келіп, жоңғар жасақтарына соққы беріп жатыр. Міне осындай ойындардың бір жақсы жері, сол замандарда шайқастардың, соғыстардың қалай болғанын біз көзбен көруге көмектесетіндей. Енді бұл жерде қазір біз міне жерде көріп тұрғанымыздай жоңғарлардың әскерлерінің көбісі жаяу әскерлер болып тұр енді. Бірақ шын мәнінде жоңғарлардың да көптен көп әскерлері атты әскерлер болғанын білеміз. Бірақ бұл ойында тек қана жаяу әскерлер бар екен, сол себепті де осылай таңдауға тура келді. Жарайды, енді бұл ойынымыз тарихи фактіге ешқандай да бір тарихи факт ретінде қабылдануға бір орын сұрамайды. Сол себепті де тек қана ойын ретінде қабылдауымыз керек. Және де осы соғыстардың сол уақыттарда қалай болғанын көзбен көрсету мақсатында жасалынып отыр енді бұл ойындар. Жарайды, енді бұл жерде біз қазір осы біздің батырымыз, мынаны қараңыздар, әдемі бір шыңның басына шығып алып, 3-4 адам бір атты әскерге жабылып тұр екен. Соған көмектеспесек болмайды-ау деймін. Қазір мына үшеуі менің алдымнан шықты, атты да құлатты, көріп тұрғандарыңыздай. Енді 3-1 шайқас кетіп жатыр. Біздің әскерлерде қарап отырған жоқ, көріп тұрғандарыңыздай барынша құтқармақшы. Себебі бұл қолбасшы ғой. Осы қолбасшыны құртатын болса, соғыста әбден соғысқа жетуі мүмкін. Сол себепті де Қабанбайдың нөкерлері барынша тырысып жатыр қазір бізге көмектесуге. Міне 3-1 қазір шайқас кетіп жатыр. Біздің Қабанбай батырымыз үшеуіне де тойтарыс беріп, қазір бір жақсы ат мініп алуымыз керек енді. Мынау бос тұрған атқа мініп алайық қазір. Бәрекелді дейміз. Енді қазір біз қайтадан соғысты жалғастыратын боламыз. Кім қан қайсысын кеңдер. Жаудың әскерлері бос тұрған аттарға отырбаса болады, отырмайды екен. Қазір жаудың әскерлері қайта қашуды бастады деймін. Мына біреу үшеу қояр емес қой, қайта мені арқамнан қуалап. Кім жеңіп жатыр екен? Біздікілер жақсы жеңіп жатқан сияқты, себебі жоңғарлардың біраз қашып кетті. Мына жерде әлі де шайқас болып жатқанын көріп жатырмыз.
Біреулер жоғарыға қарай қашып жатыр. Міне мынаның барлығы қашты ғой деймін. Біразы қашып жатыр, иә. Міне осылай, құрметті ағайындар, жеңіс құтты болсын дейміз. Осылайша біздің ойынымыз соңына жетті. Енді бұндай форматтағы видеолар көбінесе жастарға қызық болатын шығар деп ойлаймын, себебі комментарияларда осы ойын жайлы бір видео түсірсеңіз, тарихпен ұштастырып болса да, немесе тек ойынның өзін түсірсеңіз деген сияқты өтініштер көп келіп жатады бізге. Енді мен осы бір сәл болса да пайдасы тисін деген мақсатта ойынды тарихпен кішкене болса да ұштастырып, осы ойынды да көрсету үшін, әрі сол көрермендеріміздің сұраныстарын орындау мақсатында осындай бір ойынды түсіріп жатырмын. Бұл ойынның аты Bannerlord деп аталады, егер қателеспесем. Сол себепті осындай форматтағы видеолар сіздерге ұнайтын болса, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңіз жазыңыздар. Егер ұнамайтын болса да, оны жазыңыздар. Жалпы осындай қол бос кездерде осындай видеоларды түсіріп жатқан жағдайымыз бар. Өздеріңіздің ойларыңызды комментарияда жазып қалдырасыздар. Міндетті түрде қалдырыңыздар.